Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу сабағы 33 сабақ қысқы кеш тақырыбы. Бүгінгі сабақты сен мәтінді бөліктерге бөліп, оған ат қоятын боласың. Бірінші тапсырма: мәтінді бөліктерге бөліп, оқып, ат қой. Мәтін тақырыбы қысқы кеш. Ішін тарта сұрлана боран соғып тұр. Кейбір үйдің терезесінен, кей үйдің маңдайшасынан жылтырап көрінген электр шамы болмаса, ауыл ақ қар жамылып, түн құшағында бұғып, мүлгіп қапты. Түтеген бораннан қыбырлаған жан қарайған бұта көрінбейді. Жалғыз ақ ысқырынған желден үркіп, жаяу борасын үйден үй, төмпешіктен төмпешік қуып, жыландай сумаң қағып, дамылсыз аралап жүр. Кейде ол қақпаға үйіріле соғып, сәл толастап кідіреді. Кейде құтырынып, ақшанын көкке бұдақтатып, екінші тұстан бұрқ етеді де, күшейген желден бел алып, қайтадан сумаңдай әр үйдің әйнегін тырс-тырс қағады. Осындай көңілсіз деген түннің өзінде сырттай мүлгіген ауыл іштей қазанша қайнайды. Сіз терезесінен жарық жылтыраған әр үйден, алуан кәсіппен шұғылданған әр қилы адамды көресіз. Солардың бәріне батыс жақ шеттегі электр станциясы қуат жеткізіп, денеге барлық мүшелерге бірдей мүлтіксіз қан құйған күшті жүректей моторы тынымсыз соғады. Мәтіннің авторы Мұқан Иманжанов. Екінші тапсырма: қысқы кеш өлеңінің алғашқы 2 шумағын қайталап оқы. Осы жолдардағы көркем ойға сәйкес келетін қара сөзді мәтін бөлігін тап. Қысқы кеш. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай, кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Төбесінен үйдің тозған, сылдырайды сабаны, жолаушыдай кешеу қалған терезені қағады. Бұл өлең жолдары қысқы кеш мәтініндегі бірінші бөлігімен сәйкес келеді. Өйткені бірінші бөлікте дәл осы боранның іс-әрекеті, қимылы туралы жазылған. Үшінші тапсырма: түсініп оқы және мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Олай болса, осы мәтін авторы туралы деректерге назар аударайық. Мұқан Иманжанов 1916 жылы Қарағанды облысы Жезді ауданында туған. Ол 1958 жылы дүниеден озды. Мұқан Иманжановтың балаларға арналған алғашқы айлар повесі және де шаңғышылар деген әңгімелер жинағы жарық көрген. Төртінші тапсырма: қысқы кеш деген бір атаумен берілген 2 шығарманы салыстыр. Қай шығарма бұрынырақ жазылған, оны неден байқадың? Қысқы кеш өлеңі қысқы кеш мәтінінен бұрынырақ жазылған. Өйткені қысқы кеш өлең жолдарында үйлердің тым қараңғы әрі үй төбесін сабанмен жапқандығы туралы баяндалса, қысқы кеш мәтінінде электр жарығының үйді де, ауланы да, ауылды да жарытып тұрғаны жазылған. Демек, мұнда қысқы кеш өлеңі бұрынырақ жазылған болып тұр. Балалар, мәтіндерге қысқы боран адам кейпінде суреттелген. Осындай табиғат құбылыстарын адам кейпіне келтіріп суреттеуді біз кейіптеу деп атаймыз. 5-ші тапсырма: мәтіндерге сүйеніп боранға қатысты кейіптеулерді тауып жаз. Кейіпкер боран, ал кейіптеу сөздер аралап жүреді, үйді жаяу барады және тарс-тырс етіп терезені де қағады. 6-шы тапсырма: сызбада берілген шығармаларды салыстыр. Мәтін: Александр Пушкиннің
қысқы кеш. Мәтін түрі өлең. Тақырыбы қысқы кеш. Автордың көңіл-күйі көңілсіз болып тұр. Ал ұқсастықтары тақырыбы мен негізгі ойы бір-біріне ұқсайды. Ал айырмашылықтары олардың біреуі мәтін түрінде жазылған, ал екіншісі өлең түрінде. Және боранды кейіптеу барысында екеуінде де айырмашылықтар бар. Ал екінші шығармамыз ол Мұқан Иманжановтың қысқы кеш мәтіні. Бұл жерде әңгімелеу түрі, мәтіннің тақырыбы қысқы кеш, автордың көңілі көңілді болып тұр. Өлеңге ұқсастығы оның екеуі де бір негізгі ойды айтуында және де тақырыптарының ұқсастықтары келеді. Ал айырмашылықтары Мұқан Иманжановтың қысқы кеш әңгімесі болып тұр және де боранды кейіптеуде өзгешіліктер бар. Келесі тапсырма: мәтіндерді пайдаланып 5 жолдан тұратын өлең құрастырып жаз. Өлеңнің тақырыбы боран болсын. Ал мен үлгі көрсеттім. Боран ашуға мініп барады, әр терезені жұлқып қағады. Боран деген алпауыт, аспанды қаптап ысқырып, тынымсыз жүйткіп келеді. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.